Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Біздің әлемде ғылыми түсіндіру мүмкін емес оқиғалар үнемі болып тұрады. Ал камераға түсіп қалғандарды адам көзіне жасыруға тырысады. Бірақ өздеріңіз білетіндей, мен үшін барлық ақпарат қолжетімді. Бүгінгі жаңа шығарылымда біз сізге ерекше 9 бейнені ұсынатын боламыз. Ендеше жайғасып отырыңыздар. Жақында ғана түсірілген болса да, бүкіл әлемге танымал болған видеодан бастайық. Қытайлық бала телефонымен ерекше адамға ұқсаған балықты түсірді. Бұл мутант балықтың видеосын биологтар көріп, неге бұлай болғандығын түсіндіруге тырысты. Олардың сөздерінше, балықтың түсінің өзгеше болуынан осындай көрініс пайда болды деді. Алайда 100% ешкім түсіндіріп бере алмады. Кейде ерекше таңғаларлық нәрсені көру үшін видео отырып жаңалық көрген жеткілікті. Біздің кейіпкеріміз де дәл осылай отырып, ABC-дің қарлы дауылды ескерту жаңалығын көріп отыр еді. Бір сәтте ерекше нәрсені байқады. Жолдың жағасындағы ағашта қара жыртық киім киген адамдарды көріп отырмыз. Жақсылап қарайтын болсақ, машинаның үстінде отырған тағы екеуін көреміз. Видео 1 сағаттың ішінде жүздеген комментарий жинады. Олардың кейбіреулері Жинес өз олжасын күтіп отыр деді. Сөздің мағынасын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Бұлай болуы мүмкін емес. Бұл вертолет пе әлде басқа ма? Немесе оны бірдемемен көтеріп жатыр ма? Әлде бұл видео монтаж ба деген сұрақты қойып жатқан шығарсыздар. Бұл видеода қарап тұрсаң, вертолетті жіппен көтеріп жатқандай көрінеді. Сонда да ақырын болсын айналып жатқаны байқалады. Вертолеттің бұлай көріну себебі вертолеттің айналу жылдамдығы мен камераның түсіру жылдамдығының бірдей болуында. Сондықтан камерада осылай көрінеді. Бұндай құбылысты тек камерамен ғана көруге болады. Интернетті қарап отырып, Екатеринбургта орын алған мына ғажапқа тап келдім. Қараңғы түн 10 секундқа жап-жарық болып кетті. Жердегі үлкен жарылыс дейін десең, аспанда орын алып тұр. Қалай ойлайсыз, бұл не? Калифорния қаласында орын алған үлкен өртте қалып қойған адамдарды құтқару жұмыстары жүргізілуде. Құтқарушылардың бірі қандай жағдайда жүргендерін камераға түсірген. Осындай жағдайда да адамдарды құтқару үшін қолдарынан келген істейтіні көрініп тұр. Келесіде өрт сөндірушілерді көрсеңіз, аз да болсын құрметпен қарағаныңыз жөн. Мына видеода мамасы мен қызы бірге серуендеп жүр. Бір кезде қыз жоқ болып, оң жағында пайда болды. Содан соң ештеме болмағандай жолын жалғастыра берді. Бұл не болды өзі? Камераның ақаулығы ма, әлде көзді алдайтын жағдай орын алды ма? 2017 жылы Индияда туристер ерекше нәрсені түсірді. Күн батып жатқанда айналасынан аппақ тұман және де шарлар пайда болғанын көріп тұрмыз. Кей адамдар бұл басқа әлемге апарар жол, сол арқылы бізге басқа жан иелері келеді деп жатты. Қазір маған комментарияға не айтып жатырсың, қандай басқа әлемге апарар жол деп айтарсыз, алайда бұны басқа не деп айтуға болады. Дагестан жолмен кетіп жатқан автобус еді. Бір сәтте мыңдаған шегірткелердің арасында қалып қойды. Бұны көрген адамдар аздап қорқып қалды. Қаншалықты көп екенін қараңыздаршы. Ойлап қараңызшы, егер де автобус бұзылып, немесе терезе ашық болғанда не болар еді? Қытайдың Чэньян қаласында күні бойы жаңбыр жауды. Алайда бізді таңғалдырғаны бұл емес. Адамдар жүрген қалада найзағай талдағы тоқты ұрды. Жақын маңда адамдар болғанда не болар еді? Осы видеоның ішінде біреу сізді таңғалдырды деп ойлаймын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыздар.